Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді жасалатын синабон бөлкелерінің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді шығады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Дәл осы рецептімен жасаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен жылы сүтке қантты салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне тұз және аштығымызды салып, тағы да араластырамыз. Сармайды ерітіп, осы массаның үстіне құямыз және де үстіне жұмыртқа салып, массамызды біркелкі араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнды осы массаның үстіне салып, жұмсақ қамыр елейміз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Оны үстін салафанмен жауып, жылы орамалмен жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып көтерілуі керек. Мінекей біздің қамырымыз осындай үлпілдек жұмсақ болып көтерілді, дәл видеода көргендеріңіздей. Енді аздап ұн сеуіп отырып, осы жаймамызды біраз жаямыз. Одан кейін дәл видеода көрсетілгендей, екі жағын қайырып және де жоғары төмен жағында қайырып 4 бұрышты форма беретін боламыз. Дәл осы әдіспен жайсаңыздар, синабонды орағанға ыңғайлы болады. Шамамен 1 сантиметрде биіктікте болу керек біздің тоқашымыз, және де үстіне ерітілген сарымайды немесе осындай бөлме температурасында еріп тұрған сарымайды жағып шығамыз. Келесі қант пен корицаны араластырып, бетіне бүкіл жеріне жеткілікті түрде сүйіп шығамыз. Енді тоқашымызды шетінен бастап домалақтап орап шығамыз. Қаттырақ қылып ораңыздар. Ең соңындағы жерін осылай қолмен бекітіп аламыз. Тоқашымыздың формасы біркелкі жақсы кесілу үшін пышақтың көмегімен емес, дәл осылай қарапайым жіптің көмегімен кесіп аламыз. Біздің тоқашымызды өте жіңішке немесе өте жуан қылып, яғни қалың қылып кеспейміз. Барлығы біркелкі шығу керек, орташа қалыңдықта. Пергамент қағазының үстіне қоямыз, немесе пергамент қағазы болмаса, духовканың табағын маймен майлап қойыңыздар. Және де біз бұл тоқашты бір-біріне өте жақын қоймаймыз, себебі бұл піскенде көтеріледі, шамамен орталары 1 сантиметрдей арақашықтықта болғаны дұрыс. Тоқашты кесіп жатқан кезде 180 градуста духовкамызды қыздырып қоямыз. Мінекей біздің синабон тоқаштарымыздың барлығы біркелкі кесіліп шықты. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Пісу уақыты кейбіреуінде 25-30 минуттың аралығында болуы мүмкін. Өздеріңіз қарап отырыңыздар. Енді бетіне помадка дайындаймыз. Ол үшін ең қарапайым түрі осы қаймақ, яғни қаймағымыз 20%-дан төмен болмау керек. Оған сахарный пудраны салып араластырамыз. Немесе творожный помадканы жасасақ та болады. Оны видеоның астына описание бөліміне жазып қоямын. Духовканың үстіне помадканы ыстық күйінде жағыңыздар. Сол кезде арасына кіріп, сіңіп, өте дәмді болып шығады. Тағы да бір айта кететіні, осы корицамен ұнатпайтын адамдар болса, қант пен кәдімгі макты араластырып та ортасына сеуіп жасасаңыздар, өте дәмді шығады. Мінекей достар, біз помадкамызды жағып
қойдық. Синнабон тоқаштарымыз сондай әдемі шыққан, дәмі де сондай керемет, өте жұмсақ болып піскен. Қазір біреуін шетінен алып көрсетейін. Мінекей, мен шетінен біреуін алып көріп жатырмын. Өте ыстық күйінде алдым. Және де ең шетінен бастап ашып көрсетемін. Бұның ортасы барлығы піскен, асты да, үсті де. Ешқандай қамырдың ортасы шикі болып қалған жоқ. Осы видеодан анық байқалады. Тоқашты алғаш пісіргенде осы рецептімен пісірсеңіздер бірден шығады. Ешқандай жері шикі болмай шығады. Мінекей, видеода да көріп тұрсыздар. Міне ортасы да барлығы шикі болмай жақсы піскен. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептілер жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен болған Альмира, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын!